Ağlarımız nasıldı? Bizde memleketimizde til мәселесі өздеріңіз білесіздер қандай жағдайда екен. Бірақ бұл жерде өзіміз қазақтардың өздеріміз кінәліміз. Өйткені қазір ешқандай отаршылдық жоқ, құлдық саны ешқандай жоқ. Ешкім бізді қалаға кіргізіп, болмаса қалаға кіргізбей, болмаса бар енді әрине. Бірақ сол кеңес үкіметіндегідей сондай қысым жоқ қой. Ал бірақ сол кеңес үкіметінен қалған адамдар 70-80 жылға мен де барым ішінде. Одан алған кемпір шалдар 90 жылғылардың өзі, мысалы, мен ана бірде қазақша сөйлеген үшін жұмысқа алмай қойған 2000 жылғы деп айтсам бола ма? Қысқасы, жеке куәлігінде қазақ деп жазылғандардың бәрі орысша сөйлейді. Соны мәртебе абырой көреді. И мемлекеттік тілі, ана тілімізді менсінбейді. Бұдан келетін қорытынды: жау дұшпанды алыстан іздемей ақ қойыңдар. Ойбай, YouTube ақпарат аз, ойбай, қазақша бірдеме. 90% блогерлердің өзі орысша ақпарат береді. Ана тілді менсінбек түгілі 5 тиынға да санамайды. Сондықтан қорытынды: біз өзіміз кінәліміз.